Бүгінгі видеода мен сіздерге логикалық сұрақтардың 5-ші бөлімін ұсынамын. Видео асылмаса бұрын лайк басып, каналға жазыламыз. Ал ендеше біз видеоға кеттік. Бірінші оңайынан бастайық. Екі көлік бір жолда келе жатты. Олардың біріншінің жылдамдығы 80 км сағатына, ал екіншінің жылдамдығы 60 км сағатына. Олар жылдамдықтарын өзгертпей, бірнеше сағаттан кейін сол жолда кездесті. Бұл қалай? Жауабын білсең комментарияға жаза кет. Ал сұрақ қиын болып жатса, видеоны тоқтатып ойланып ал. Уақыт кетті. Жауабы: екі көлік бір жолмен келе жатса да, олардың бағыты өзгеше болды. Сол арқылы олар бір жолда кездесті. Егер дұрыс тапсаң лайк бас. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Екінші сұрақ. Джон қараңғы саяқпен келе жатады. Бір кезде оның алдынан біреу шығып, оны ұрып кетеді. Джон бірден полицияға барады. Полицияға болған жайдың бәрін айтып береді. Және де көзінен көгерген шрамды көрсетеді. Полиция 3 күдіктіні табады. 3 күдіктіге қарап, полиция Джонды ұрған адамды табады. Ал сіздің ойларыңызша, осы 3 адамның қайсы Джонды ұрды? Уақыт кетті. Жауабы: Джонның оң жақ көзі көгерген. Демек оны ұрған адам солақай. Ал осы жерден тек бір адам сол қолмен жұмыстанып отыр. Егер дұрыс тапсаң лайк бас. Ал біз келесі сұраққа кеттік. Осы суреттердің ішінен екі бірдей суретті табыңыз. Уақыт кетті. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran better than. Әлішер бір үңгірге кіреді. Бірақ ол үңгірден шығарда есіктері жабылып қалады. Әлішерге үңгірден шығатын басқа 4 жол болды. Ол жолдың біріншісінде жабайы тайпалар. Олар өздері танымайтын адамдарды тірі қалдырмайды. Ал екіншісінде улы газ. Ол улы газды жұтсаң, бірден талып қаласың. Ал үшінші жолда аңдарға арналған тұяқтар. Үңгір қараңғы болғандықтан ол тұяқтарды көру мүмкін емес. Ал төртінші жолда теңізге апаратын жол. Ол теңізде алып киттер болатын. Ерболға осы 4 жолдың қайсымен шыққан дұрыс? Уақыт кетті. Жауабы: Ерболға 4-ші жолмен шыққан дұрыс. Себебі 4-ші жол өте қауіпсіз және алып киттер адамға тиіспейді. Майкл бір бөлмеде қалып қояды. Бір кезде краннан сулар жайлап аға бастайды. Майклға кранды тоқтатуға шелек пен сыпырғыш бар. Судың деңгейі жайлап көтеріліп келе жатты. Майклға суды қалай тоқтату керек? Уақыт кетті.
Жауабы: Майклға жай ғана кранды жаба салса болды. Сол кезде су тоқтайды. Егер дұрыс тапсаң лайк бас. Ал осы суретте кімнің күші көп? Өз жауабыңызды комментарияға жаза кетіңіз. Дұрыс жауапқа лайк басамын. Ал осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, каналға жазылып қоңыраушаны басыңыздар. Және де осы видеоны WhatsApp-тағы, Instagram-дағы, VK-дағы достарыңызға жіберіңіздер. Сол арқылы біздің каналдың дамуына көмектесесіздер. Осымен біздің видео аяқталды. Қош сау болыңыздар.